Құрметті аталар мен апалар, қадірлі отандастар, осы роликті көріп отырсаңыз, мүмкін сіз немесе сіздің жақын адамыңыз бүгінгі күні зауытта, шахтада, металлургиялық комбинатта немесе тағы басқа зиянды өндірісте жұмыс жасап жүрген шығар. Сонда мен сізге бірден тіке ашық айтайын, 63 жасқа дейін күтудің ешқандай қажеті жоқ. Естіп отырсыз ба? Ешқандай қажеті жоқ. 55 жасқа толысымен сізге мемлекет тарапынан, жұмыс берушіден, зейнетақы қорынан және сақтандыру компаниясынан бір мезгілде 4 бөліктен тұратын арнайы әлеуметтік төлем алу мүмкіндігі қарастырылған. Бірақ, қадірлі достар, бұл төлемді ешкім сіздің есігіңізге келіп бермейді. Оны білмесеңіз жоғалтасыз. Дәл қазір осы роликте мен сізге заңгер ретінде нақты, адал, қарапайым тілде түсіндіремін. Кімге берілетінін, қандай шарттар бар екенін және ең бастысы дұрыс ресімдеу үшін не істеу керектігін соңына дейін қараңыз, өйткені бүгін сіз өзіңіздің ақшаңызды заңды еңбекпен тапқан қорғауды үйренесіз. Екінші блок 1 минут 30-дан 3 минут 30 секундқа дейін эмоционалды толқу және ауырсыну нүктесі. Қадірлі аталар мен апалар, мен сізге бір сұрақ қоймақпын. Ол сұрақ қарапайым, бірақ оның жауабы өте ауыр. Сіз өміріңізде неше жыл ауыр еңбек атқардыңыз? Неше жыл шахтаның тереңінде, жер астында, тынысыңыз тарылып, шаң жұтып жұмыс жасадыңыз? Неше жыл болат балқытқышта, отты пештердің жанында, беттеріңіз күйіп, денелеріңіз тозып қызмет еттіңіз? Неше жыл химиялық зауытта улы буларды дем алып, денсаулықтарыңызды аяусыз беріп, жұмыс жасадыңыз? 30 жыл ма, 40 жыл ма? Мүмкін онда көпке. Мен сізге шынайы дерек айтайын. Қазақстандағы зиянды өндіріс жұмысшыларының орташа өмір ұзақтығы жалпы халыққа қарағанда орта есеппен 10-15 жылға қысқа. 10-15 жыл. Бұл статистика, бұл сандар. Ал артында адам өмірлері. Адамдар жұмыс жасады, еңбек етті, салық төледі, зейнетақы қорына аударым жасады және зейнетке жеткенге дейін дүниеден өтіп кетті. Немесе жетсе де ауырып дәрмені жоқ жатып алып алды. Мен ондаған жыл бойы осындай отбасылармен жұмыс жасадым. 9 жыл шахтада жұмыс жасап, 60 жасқа дейін жетпей, ауруханада дүниеден өткен Серік аға, зауытта 28 жыл болаттай күнін кешіріп, зейнетке шыққанда денесі мүшкіл болып, дәрі-дәрмекке зейнетақысының жартысын беретін Күлән апа. Мен олардың отбасымен сот залдарында жылдап айтысып, денсаулыққа келген зиянды дәлелдеуге тырыстым. Неге? Бұны дәлелдеу керек болды. Бұрын ол оңай болмады, соттар созылды, мұрағаттарда құжаттар жоғалды, жұмыс берушілер жауапкершіліктен қашты. Ал енді мемлекет бұл мәселені ресми түрде мойындады. Заңда нақты норма пайда болды. Және бүгін мен сізге сол норманы, сол мүмкіндікті толық түсіндіремін. Бірақ оған дейін мен сізден өтінем, пікірлер бөліміне өз кәсібіңізді, зиянды жағдайдағы еңбек өтіліңізді және егер еске алғыңыз келсе, бірінші алған зейнетақыңыздың мөлшерін жазыңыз. Бір ғана сөз, бір ғана жол, бірақ сол арқылы сізде, менде осы роликті қараған мыңдаған адамдарда бір-бірімізді естиміз, өйткені сіз жалғыз емессіз. Үшінші блок. 3 минут 30-дан 4 минут 30 секундқа дейін. Жазылым интеграциясы. Қадірлі достар, тоқтайық. Егер сіз осы роликті бірінші рет көріп отырсаңыз, және арнама әлі жазылмаған болсаңыз, қазір жазылыңыз. Мен мұны жарнамалық мақсатта айтып отырғаным жоқ. Мен мұны сіздің пайдаңыз үшін айтып отырмын. Өйткені Қазақстандағы зейнетақы, әлеуметтік және еңбек заңнамасы жыл сайын өзгереді. Кейде тамаша өзгерістер болады, жаңа жеңілдіктер, қосымша төлемдер, арнайы бағдарламалар, ал кейде керісінше шарттар қатаяды. Және бұл өзгерістер туралы ешкім сізге газет арқылы, телефонмен немесе хат жазып хабарламайды. Ақпаратты өзіңіз іздемесеңіз білмейсіз, білмесеңіз жоғалтасыз. Менің арнам сіздің заңи қалқаныңыз, сіздің ақпарат көзіңіз. Мұнда мен тек бір тақырыпты талдаймын, сіздің ақшаңызды, сіздің құқықтарыңызды және сіздің болашағыңызды қорғауды. Жазылыңыз, қоңырауды қосыңыз және бүгінгі роликті достарыңызбен, туысқандарыңызбен бөлісіңіз. Мүмкін дәл осы ақпарат біреудің өмірін оңайлатады. Төртінші блок. 4 минут 30-дан 6 минутқа дейін. Тарихи контекст. Бұрын қалай болды, қазір қалай болды. Енді тарихқа қысқаша тоқталайық. Қадірлі аталар мен апалар. Бұрын, яғни кеңес дәуірінде және 90-шы жылдары зиянды еңбек жағдайларындағы жұмысшылар үшін жүйе бір жағынан қарапайым болатын. Кәсіпорындарда тікелей зиянды жұмыс тізімдері болды.
Мемлекет ерте зейнеткерлік жасты ресми бекітті. Кейбір салаларда жұмысшылар 50 жасында зейнетке шыға алды. Бұл жүйе мінсіз болмады. Бірақ қоғамда бір нәрсе анық ұғынылды. Ауыр еңбек арнайы мойындауды қажет етеді. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін жүйеде ыдырады. Зиянды өндіріс жұмысшылары жалпы азаматтармен бірдей деңгейге тұрды. Ерте зейнетке шығу мүмкіндігі іс жүзінде жойылды, немесе тым күрделі дәлелдеу процедурасымен байланысты болды. Егер сіз денсаулығыңыздың нашарлағанын, зиянды жұмыстан зардап шеккеніңізді дәлелдегіңіз келсе, соттасу керек болды. Сот процесі 1 жылдан 3 жылға дейін созылды. Мұрағаттарда еңбек кітапшалары жоғалды. Кәсіпорындар таратылып кетті. Сондықтан зиянды жұмыс тізімі жоқ деп жауап берілді. Мүгедектікті дәлелдеу үшін медициналық комиссиядан өту керек болды. Ол да жеңіл емес еді. Адамдар жеңіліп кетті, жоғалтты, қайтып оралмады. Бірақ соңғы жылдары жағдай өзгере бастады. Қазақстан үкіметі еңбек нарығы мен зейнетақы жүйесін реформалауды жалғастыра отырып, зиянды еңбек жағдайларындағы жұмысшыларды қорғаудың жаңа механизмін енгізді. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары жүйесі, қысқаша МКЗЖ, осы реформаның негізі болды. Бұл жүйе бойынша жұмыс беруші зиянды жұмыс атқаратын қызметкері үшін міндетті түрде қосымша зейнетақы жарнасын аударады. Және осы жарналар белгілі бір мөлшерге жеткенде, жұмысшы 55 жасынан бастап арнайы төлем алуға құқылы болады. Бұл бұрынғы күрделі ұзақ сот процестерінің орнына заңмен бекітілген нақты анық механизм. Айырмашылық зор, бұрын дәлелде соттас күт, қазір шарттарыңыз сай болса ресімде және ал, бірақ ресімдеу керек. Өздігінен келмейді. 6 минуттан 9 минутқа дейін. Жаңалық мәні, негізгі шарттар, кім қауіп аймағында, кім плюста. Енді ең маңызды бөлімге келдік. Мен сізге нақты шарттарды айтамын. Жазып алыңыз, немесе скриншот түсіріңіз. Бұл ақпарат сізге кейін пайдалы болады. Арнайы әлеуметтік төлем алу үшін 3 негізгі шарт бар. Бірінші шарт, сізге 55 жас толуы керек. Бұл ерлер үшін де, әйелдер үшін де бірдей. Жасыңыз 55-тен кем болса, күтесіз. Жасыңыз 55-тен асса, ресімдеуге болады. Екінші шарт, сіз үшін кемінде 84 ай бойы міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, яғни МКЗЖ төленуі тиіс. 84 ай бұл 7 жыл. Дәл 7 жыл бойы жұмыс берушіңіз осы қосымша жарналарды аударуы шарт. Егер өтіліңіз 7 жылдан аз болса, толық төлем алу мүмкіндігіңіз болмайды. Кейбір жағдайларда өтіл аз болса да, ішінара төлем алуға болады. Бірақ бұл жеке кеңес алуды қажет етеді. Үшінші шарт, және бұл өте маңызды, сіз зиянды жұмыстан босатылуыңыз немесе жеңіл еңбекке ауысуыңыз керек. Бұл шартты елемеу ең жиі кездесетін қате. Адамдар, мен зиянды жұмыста жұмыс жасап жатырмын, сонымен бірге төлем алуға болмай ма деп сұрайды. Жоқ, болмайды. Заңның логикасы мынада. Бұл төлем зиянды жұмыстан кеткендерге берілетін компенсация. Сіз зиянды жұмыста болсаңыз, жұмыс беруші МКЗЖ аударымдарын жалғастыру арқылы өз міндетін атқарып тұр деп есептеледі. Шартты орындамастан төлем ресімдеуге тырыссаңыз, бас тартылады. Ал енді төлем қалай құралады? Бұл да өте маңызды. Төлем 4 бастаудан жиналады. Бірінші, мемлекеттік базалық зейнетақы бөлімі. Екінші, жұмыс берушінің МКЗЖ аударымдары арқылы жинақталған сома. Үшінші, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, яғни БЖЗК арқылы жүргізілетін есептеулер. Төртінші, өмірді зейнетақымен қамсыздандыру шартындағы сақтандыру компаниясының төлемі. Осы 4 бөліктің жиынтығы арнайы әлеуметтік төлемді құрайды. Мөлшері жеке болады, жарнаның жалпы сомасына, өтіліне және таңдалған рента схемасына байланысты. Енді кім қауіп аймағында, кім ақша жоғалтуы мүмкін? Бірінші қауіп тобы 7 жылдан аз өтілі бар адамдар. Егер сіз зиянды өндірісте 5 жыл ғана жұмыс жасаған болсаңыз, МКЗ 84 айдан аз болса, толық төлем алу мүмкін емес. Ішінара опциялар бар, бірақ жеке зейнетақы кеңесшісімен сөйлесу керек. Екінші қауіп тобы жұмыс берушісі МКЗЖ аударымдарын жасамаған, немесе дұрыс жасамаған адамдар. Кейбір жұмыс берушілер заңды бұзып, аударымдарды аз мөлшерде жасады, немесе мүлдем жасамады. Бұл жұмыс берушінің кінәсі, бірақ оның зардабын жұмысшы тартады. Мұндай жағдайда еңбек инспекциясына немесе сотқа жүгіну жолы бар. Үшінші қауіп тобы ресімдеуді кешіктіргендер. Кейбір адамдар кейін жасармын деп күте береді, бірақ заңи мерзімдер мен есептеу механизмдері өзгеруі мүмкін. Бүгін бар мүмкіндік, ертең жабылуы да ықтимал.
Ал кім плюста? Кімнің зейнетақысы өседі және ертерек демалысқа шыға алады. Плюста ең алдымен зиянды өндірісте 7 жыл және одан да көп жұмыс жасаған, МКЗЖ аударымдары толық жүргізілген, 55 жасқа толған және зиянды жұмыстан заңды түрде шыққан адамдар. Олар ерте демалысқа шығады, жинақталған зейнетақы сомасын алады және жалпы зейнетақы жасына жеткенде негізгі мемлекеттік зейнетақымен де қамтамасыз етіледі. Бұл толыққанды заңмен қорғалған мүмкіндік. 6-шы блок 9 минуттан 11 минут 30 секундқа дейін қадамдық нұсқаулама заңгердің тізімі. Енді ең практикалық бөлім. Мен сізге 5 нақты қадам беремін. Осы 5 қадамды орындасаңыз, еш нәрсені жоғалтпайсыз. Бірінші қадам, МКЗЖ аударымдарыңызды тексеріңіз. Мұны e-gov.kz порталы арқылы немесе BJZH бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының мобильді қосымшасы арқылы жасауға болады. Порталға кіріп, зейнетақы жинақтары бөліміне өтіңіз. Сонда сіз МКЗЖ аударымдарының жалпы мерзімін, соңғы аударымның күнін және жинақталған соманы көресіз. Егер 84 ай немесе одан көп болса, сіз шартты орындаған болып есептеледіз. Егер аударымдар аз болса немесе мүлдем болмаса, жұмыс берушіңізге ресми сұрау жолдаңыз немесе еңбек инспекциясына хабарласыңыз. Екінші қадам, жұмыс берушіңізге зиянды жұмыстан жеңіл еңбекке ауысу туралы өтінішті дұрыс жазыңыз. Өтінішті міндетті түрде 2 данада жасаңыз. Бір данасы жұмыс берушіге беріледі. Жұмыс берушінің мөрі немесе қабылдаған кісінің қолы мен күні болуы тиіс. Осы екінші данасын өзіңізде сақтаңыз. Ол сіздің дәлелдемеңіз. Өтініштен бас тартылса немесе кейін қарастырамыз деп жіберсе, бұл жауапты да жазбаша сұраңыз. Ауызша уәде заңды күші жоқ. Үшінші қадам, халыққа қызмет көрсету орталығына, яғни ЦОН-ға барыңыз. Арнайы әлеуметтік төлемге өтінішті ЦОН арқылы тапсыруға болады. Бірге алып баратын құжаттар, жеке куәліктің түпнұсқасы мен көшірмесі, еңбек кітапшасы немесе мұрағат анықтамасы, жеңіл еңбекке ауысу туралы немесе жұмыстан босату туралы бұйрықтың көшірмесі, зиянды жұмыс жағдайын растайтын кәсіпорын анықтамасы. Егер кәсіпорын таратылып кеткен болса, мұрағаттан куәландырылған анықтама алуға болады. Мемлекеттік мұрағатқа өтінішпен жүгіну жолын біз арнайы бір роликте толық талдаймыз. Сол роликке сілтемені жоғарыдан тауып алыңыз. Төртінші қадам. BJZ кеңсесіне хабарласыңыз. Сондан басқа тікелей бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының аймақтық кеңсесіне де баруға болады. Ол жерде сізге жинақталған МКЗЖ сомасы туралы толық үзінді беріледі және консультант арнайы төлемнің шамамен мөлшерін есептеп береді. Мұны міндетті түрде ресімдеуден бұрын жасаңыз, себебі сома сіздің күтіміңізден жоғары немесе төмен болуы мүмкін. Бұл кейінгі шешімдеріңізге әсер етеді. Бесінші қадам, сақтандыру компаниясымен шартты ресімдеңіз. Арнайы төлемнің бір бөлігі өмірді зейнетақы мен қамсыздандыру шарты арқылы жүргізіледі. БЖШ-дан рұқсат алғаннан кейін сізге лицензиясы бар сақтандыру компанияларының тізімі беріледі. Сол компаниялармен шарт жасасып, рента төлемдерін алуды ресімдейсіз. Мұнда асықпаңыз, бірнеше компанияның шарттарын салыстырыңыз. Кейбір компаниялар бір мезгілде ірі сомамен шартты ресімдеу орнына ай сайынғы тұрақты рента ұсынады. Бұл сіздің жағдайыңызға байланысты неғұрлым тиімді болуы мүмкін. 5 қадам сіздің жол картаңыз. Жазып алдыңыз ба? Скриншот түсірдіңіз бе? Жақсы. Өйткені заңды білу жарты жол, ал екінші жарты жолы білгеніңізді уақытылы қолдану. 7-ші блок 11 минут 30-дан соңына дейін финал, қорытынды және белсенділікке шақыру. Қадірлі аталар мен апалар, осы роликтің соңына жеттік. Мен сізбен бүгін маңызды нәрсені бөліскім келеді. Тек заңдық ақпарат емес, жүрек сөзі. Сіз бұл елдің бір кірпіші болдыңыз. Сіздің еңбегіңіз болмаса, бүгінгі Қазақстан жоқ болатын. Шахталарда жер астынан металл шығарғандар, болат балқытқыштарда отты пешке қарағандар, химия зауыттарында улы ауада ширек ғасыр қызмет еткендер, бұл адамдар ел экономикасының іргетасы болды. Және сол іргетастың өзі де мойындауды, қорғауды, қадірленуді қажет етеді. Заң бұны мойындады, кемшін болса да, баяу болса да мойындады. 55 жастағы арнайы төлем бұл сіздің денсаулығыңызға, жас шамаңызға, ерте сынған денеңізге берілген компенсация. Бұл мемлекеттің сіз зардап шектіңіз, бұны мойындаймыз деген ресми сөзі. Бірақ бұл сөзді заң тіліне аудару сіздің жеке міндетіңіз.
ешкім сіздің есігіңізге келмейді, ешкім хат жазбайды, ешкім сіз ресімдеуді ұмыттыңыз деп ескертпейді. Білгеніңіз күшіңіз, және бүгін сіз білдіңіз. Сондықтан мен сізден сұраймын, осы роликті достарыңызға жіберіңіз. Шахтада жұмыс жасаған, зауытта жүрген, зиянды өндірісте ғұмыр өткізген барлық таныстарыңызға жіберіңіз. Мүмкін дәл осы ақпарат олардың ақшасын сақтайды. Мүмкін дәл осы ролик біреудің 63-ке дейін күтпей 55 жасында лайықты демалысқа шығуына мүмкіндік береді. Ал енді пікірлер бөліміне жазыңыз. Сіздің кәсібіңіз не болды? Зиянды жағдайдағы еңбек өтіліңіз қанша жыл? Және сіздің ойыңызша бұл жүйе әділетті ме? Адамдар денсаулықтарын бере отырып жұмыс жасады, ал оларды осылайша ертерек зейнетке шығаруы заңды. Бұл әділетті ме? Жоқ па? Пікіріңізді жазыңыз. Сіздің даусыңыз маңызды. Мен Бекзатұлы Арман, Қазақстан зейнеткерлерінің, жұмысшыларының және ардагерлерінің құқықтарын қорғайтын заңгер. Сіздермен бірмін. Дейін